баарыңызда в неудобный момент мынандай проблема болгон шығар, иә? Осының шешімін қалай табуды көрсетейін ба? Көбінде осы принтер шығар, 3101 или L805 Epson'ның любой принтерінде осылай шешуге болады проблемасын. Принтердің алды жағы мынандай шетінде, мен қазір уже ашып қойдым. Жерінде шуруп болады, соны алып тастаймыз. И мына жерінде болады шуруп тағы да. Тоже оны алып тастаймыз да, инаны аламыз. Мынау қап-қара болады негізі. Мен қазір қолым бәрі быт-шыт болса тазалайын деп. Мынаны сатып ала салуға да болады. Болмаса өстіп жуып қайтадан салсаңыздар болады, кептіріп. Мен қазір жуып кептіріп салдым, бірақ енді бұның ішіндегі краскасы әлем болады. Так что имейте в виду. Сосын тазалайсыздар, қайтадан саласыздар орнына, қайтадан шуруптардың орнына қоясыздар. Потом қазір көрсетем қалай болатынын. Бәрін жаптық, шуруптарын бәрін жаптық. Енді көрейік. Кетті ме екен, кетпеді ме екен? Так, әлі тұр. Енді екінші этапты жасау керек. Ол программамен болады. Егер тазалағаннан кейін де осындай болып тұрса, тағы бір өшіріп қосып көресіздер. Тоже кетпесе осылай, значит, қағазыңыздың шығаратын өзінің Epson'да қағаздың несі бар. Мысалы, 100 қағаз шығу керек дегенде. Егер 100 қағаз шығып бітіп қойса, ол тоже ошибка шығарып тұрады. Оны программамен реттейміз. Қазір көрсетем. Енді осы программа арқылы қалай жасау керек екенін көрсетем. Қалай жаңа счетчикті сбивать ету керек екенін. Егер 1000 лайк жиналса, онда ары қарата қалай болатынын көрсетем.